Бәріне сәлем. Бүгін кешкі асқа осындай дәмді әрі тез дайын болатын қуырдақ жасадым. Құрметті оқырман, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ең алдымен еттерімізді осылай дайындап аламыз. Малдың бүйрегі, жүрегі және де осындай көк бауыры, сонымен қатар қаракесек еттерін дайындаймыз. Ең алдымен еттерімізді өзімізге керек мөлшерде турап дайындаймыз. Егер қуырдақтарыңыз ірірек болсын десеңіздер, еттеріңізді ірірек етіп турайсыздар. Мен осындай көлемде турадым. Және де тураған еттерімді таза бөлек ыдысқа салып дайындап қойдым. Енді іш майын турайтын боламыз. Малдың іш майы осылай ірірек етіп турасаңыздар болады, себебі ол бәрібір шыжғырылып кетеді қазір. Міне менің еттерім дайын. Осындай 4 бұрышты көлемде турадым. Алдын ала қызып тұрған қазанымызға іш майымызды саламыз және үстіне сұйық майдан құямыз кішкене. Неге десеңіздер, тек қана іш майға қуырып жасайтын болсаңыздар қуырдақты, кейін қуырдақтарыңыз тоңып қала беретін болады. Қайта-қайта жылытып әуре боласыздар. Лайфхак қыздар. Үстіне осылай алдын ала туралған пиязымызды салып, пияз қызарғанша тағы да қуырамыз. Қызарғаннан кейін үстіне етімізді саламыз. Әрине жуып тазалап дайындап қойған етіміз. Мінекей етімізді ары бері қозғағаннан кейін, осылай қуырылғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Еттің сөлі бөлініп, өзімен өзі буланып піседі. Міне картошкамызды турап дайындадық. Осылай жарты сағаттан кейін ашып картошкамызды салып ары бері араластырамыз тағы да 1-2 рет. Және де картошкамыз бен етіміз жартылай бататындай етіп, қайнаған су құйып, бетін жауып, демдеп қоямыз. 15 минутқа тағы да. 15 минуттан кейін ашамыз. Иісі қандай керемет. Міне қуырдағымызды, картошкамызды езіп алмай, ары бері тағы да араластырамыз. Енді картошкамыз пісті ме екен қараймыз. Осылай какбірмен бөліп көресіздер 1-2 картошканы. Әрине бәрін езіп жібермеңіздер. Міне арасы піскен, дайын. Біздің қуырдағымыз дайын. Дастарханға тарта берсеңіздер болады. Лайк басып менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және де өз қалауларыңызша қуырдақты көк шөппен әрлесеңіздер болады. Ас болсын.